Ақша қашан келеді? Енді ақша қашан болады? Ақшаны ойламаған кезде. Парадокс. Мынау еще отказ аламыз ғой біз. Все, ол бізді өлтіреді. Ол отказ бергенде өлтіріп тұрған жоқ бізді. Біз лайықты емес екенімізге дәлелі болған үшін өлтіріп тұр бізді. Сондықтан сізде асау кінә жоқ ол нәрсе. Мәселе осы жерден өтіп кету. Нәтиже айттық, нәтиже қайталанған талпыныстардың салдары. Бұл бірінші күннен бастап болмайды. Мынау кім Ақмаржан ханым кетіп қалыпты. Біздің анау сіздер көрген вебинардың презентациясы 78 рет ауысқан вебинар. Не, презентация. 78 рет ауысқан. Конечно, конечно, санайтын жақта 1000 адам отырады, калькулятор қой, бір санайды ғой бәрі. 5% жапса, нормально екен деп ойлайды. То есть менің ақшам қызық, тапқан табыс. Кім 3,5 миллион жасалса күніге жасағысы келеді? Нормально жылай, кайф қой. Бірақ мен жасаған жұмыс жасағымыз келмейді. Мен жасаған жұмысым, еще елдер мен сияқты еңбектенуге де дайын. То есть 20 сағат жұмыс істеуге дайын. Дайын ғой бәрі. Дайын. 20-76 презентация ауыстырғанға дайын ғой. Но бірақ позорға дайын емес, түсінесіз ба? Мә, есімде ана отырым, 56 адам отыр. Ескендер болса ұялып, адамның санын өшіріп тастаған. Мен көрмесін деп. Айттым, ашық құрсын. 2 сағат ана тозақ қандай болатын болса, примерно сезімден, ондай емес шығар, одан да жаман ғой, бірақ енді. Примерно подозрение болды ана жерде. 2 сағаттан түркше езет дейді ғой. 2 сағат бойы сенің өміріңдегі ешкім емесең түк істей алмайтындай дәлел болып тұрды ана жерде. Бұған дайын емес елдер, түсінесіздер ме? Вот проблема осы жерде. Біз қазақтарда еңбекқор, Мәкен келді, Мәкен айтпақшы, қазақтарда еңбекқорлықта проблема жоқ. Шымкентскийлардан. Шымкентке бар Шымкентский жоқта? Бәрі Шымкент. Шымкентскийлардан еңбектен проблема жоқ. Еңбекқорлықтан. Проблема, отказ күйдіріп жібереді бізді. Провал, көресің, таргет болмай қалады. Жүрмей қалады, клиент жоқ деп айтады. Ең неприятный нәрсе. Бірақ осының артында бар да нәрсе. Нәтиже осының артында.